Баршаңызға сәлем. YouTube арнасының көрермендері каналға тіркеліп қолдау білдіріңіздер. Қазір біздер нан салма тамағын пісіретін боламыз бірге. Құрамына картошка, пияз, сәбіз, тәтті болгар бұрышы, помидор, сойбой, соус керек болады біздерге қазір. Бірінші қызып тұрған майымызға етімізді салып 5 минуттай қатты отта қыздырып қуырып алатын боламыз. Оның үстіне жуаны саламыз. Пияз біздер Маңғыстау бойынша жуа деп айтамыз, негізі пияз деп түсінеді көпшілік. Пиязымызды салып, тағы да 5 минут қуырамыз. Оның үстіне болгар бұрышымызды салып қуыратын боламыз. Болгар бұрышында қуырып аламыз. Помидорымызды саламыз. Сәбізімізді. Әрқайсысын 5 минуттан қуырып алып отыратын боламыз. Үстіне өзімізге дәміне қарай тұзымызды және қандай да болмасын, өздеріңізге ұнайтын дәмдеуіштеріңізді қоссаңыздар болады. Өте дәмді тамақ болып шығады. Кішкене жай отта астын қыздырып қуыра беретін боламыз. Және де картошкасын саламыз. Картошкасын салып, үстіне кішкене су құйып, соевый соусымызды құйып, 15-20 минутқа бұқтырып, жай отта пісіріп аламыз. Бұл тағамды негізі үйде ет аз кезде, бір бешбармақ жегілеріңіз келген кезде, тойымды тамақ негізінде жасасаңыздар болады. Негізі ер адамдардың сүйсініп жейтін тамағы. Менің жолдасым өзі жақсы сүйсініп жейді осы тамақты. Өте керемет. Менің жаныма ұнайды бұл тамақ. Сондықтан жиірек пісіретін тамақтарымның бірі десем де болады. Өте дәмді. Бетін жауып, жай отқа пісіретін боламыз. Енді біз қамырымызды дайындайтын боламыз. Оған су, тұз, жұмыртқа, ұн керек болады. Бірінші ұнымызға тұзымызды салып, араластырып, жұмыртқамызды салып, және суымызды құйып, қаттылау қамыр илейтін боламыз. Қамырымыз кішкене қаттылау болады. Дегенмен бізге жаю үшін суға салып қайнататын болғандықтан бізге қаттылау болғаны жақсы. Қамырымызды 10 минут тындырып қойып, қайтадан илеп, қайтадан иін қандырып, қайтадан илеп, қайтадан бір 10 минутқа қоятын боламыз. Сонда қамырымыз иленіп болғаннан кейін 10 минут тындырып қойып, одан кейін қайтадан тағы бір басып илеп алып, жая беретін боламыз. Қазір мына жерде мен қамырымды илеп болдым, тесті дайын болды. Енді 10 минутқа қалдырамын. Бетін жауып қоямын 10 минут. 10 минуттан кейін тағы да қаттырақ илеп алып, иін қандырып, қамырымды жаятын болам. Қамыр қатты болып тұрады. Дегенмен ол жақсы. Біздің жаюымызға, қамырды жаюымызға, біздің қамырымыз жабысып қалмау үшін өте жақсы.
Мен қамырды жайып алып, осылай ленталарға бөліп, сөйтіп жіңішке де емес, қатты қалың да емес, бір осылай лапша дайындап алатын болам. Кеспе. Ұзын қылып кеспемен жаймаймын, себебі оны мен жолдасым ұнатпайды. Ұзын қылып істеңіздер де болады. Біздің семьямызда қысқарақ болғанын жақсы көреді. Сондықтан мен осылай кесіп дайындаймын. Және бұны қайнап тұрған суда 5 минут пісіріп алатын болам. Қайнап тұрған суда суға тұз салып, қайнатып қоям. Тұз саламын қайнап тұрған суда. Осы суда қамырымды пісіріп алатын болам, кеспемді қайнатып. Өте жабыспай, бір әдемі болып шығады. Жасап көріңіздер. Өте ұнайды. Дәмі де және тойымды ас. Осылай сүзіп алатын болам. Мына жерде мен көрсетпедім, бірақ кішкене қамырымның үстіне, сол қазанның үстіне мұздай салқын суды құйып жіберем. Жарты литрдай салқын су құятын болам. Қамырым пісті деген уақытта сөйтіп сүзіп аламын. Сол кезде қамырым ешқандай жабыспай, күшті болып пісетін болады. Сөйтіп үстіне подливамызды құйып, дастарханға ұсынамын. Өте дәмді ас. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, қолдау білдіріп отырыңыздар. Астарыңыз дәмді болсын, бізге де ас болсын. Өте керемет, тойымды тамақ болып дайын болды. Кешкі асымыз дайын, осылай дастарханға ұсындым. Үстіне бір жұмыртқаны пісіріп, турап қойдым. Ас